Депрессиядан шығу жолдары және оның техникаларының жалғасы. Сіз далаға шыққан кезде ауа райының жылы, салқын екенін сезініңіз. Топырақты сезініңіз аяғыңыздың астындағы. Және жан-жақтағы әдеміліктерді сезініп үйреніңіз. Құстарға қараңыз, жан-жануарларға қараңыз, гүлдерге қараңыз, өсіп тұрған өсімдіктерге, ағаштарға қараңыз. Бұрын мән бермейтін нәрселердің бәріне мән беріп үйреніңіз. Адамдарды кездестірсеңіз, олармен сөйлесіңіз. Егер де ұялсаңыз, оларға жай ғана күлімсіреп қараңыз. Коляска туралы, ауа райы туралы, жан-жануарлар туралы әңгіме қозғасаңыздар болады. Сізге комфортны болу керек. Ешкім сіздің жеке басыңызға қатысты нәрселерге араласпау керек. Ең бірінші сіз өзіңіз көмектесіп үйренуіңіз керексіз. Егер де сіз бақытты болмасаңыз, сіздің жан-жағыңыздағы адамдар бақытты болмайды. Сондықтан да өзіңіз бірінші көмектесіп үйреніп, лайықтымын деген өміріңізді сүретін, болашаққа нық сеніммен қарайтын, жарқырап жайнап жүретін жасампаз жан болыңыз. Және де жетістіктерге жететін, соның нәтижелерін көріп, қазақ халқыңызға бір үлгі бола алатындай жақсы сөздеріңізбен, істеріңізбен үлгі болыңыз. Гипнотерапия алып, тез арада депрессиядан шығыңыз.